Сәлем қыздар, BSI компанияның серіктестері, менің құрметті партнерларым, сендерге реферальный ссылканы қайдан алу керектігін көрсетейін. Сонымен сайтқа кіреміз, BSI-дің сайтына кіреміз. Міне официальный сайт. Ең бірінші страницасы былай болып ашылады. Романтика Британи. Романтика деген сөздің сол жақ тұсында кубик тұр, мінекей. Мына кубикке басамыз, вход жеке кабинетке кіру деген сөз. Номер дистрибьютора, өздеріңіздің нөміріңізді тересіз. Сосын өзіңіздің пароліңізді тересіз. Мен өзімдікін теріп жатырмын. Кірдік. Сонымен реферальный ссылка дегеніңіз не? Реферальный ссылка дегеніңіз ол сондай ссылка, оны сіз тастайсыз өзіңіздің адамыңызға, ол оған басады да тіркеледі. Уже сіздің астыңызға тіркеледі. Басқа жаққа тіркелмейді, мысалы, басқа адамның астына кетіп қалмайды, кетіп қаламайды. Тек сіздің структураңызға, сіздің астыңызға тіркелетін мүмкіндік деген сөз. Мінекей мына жерде 3 сызық оң жағынан. Осыған басыңыз 3 сызыққа. Структураға басасыз. Приглашение дистрибьютора деп тұр. Осыған басамыз. Приглашение дистрибьютора. Мінекей приглашение дистрибьютора. Астына қарай түссеңдер, мінекей жазылып тұр. Ваша реферальная ссылка. Міне көк цифрлар, кабинет BSI, көк мінекей жазулармен спонсор сосын тең 161-424. Бұл менің регистрационный номерім болғандықтан 161-424 болып жазылып тұр. Ал сіздердің номерлеріңіз тұрады. Осыны аласыз да басасыз мынаған. Басқан кезде копировать адрес ссылки деген тұр. Немесе копировать текст ссылки. Бәрібір. Біреуіне басасыз. Копировать текст ссылки. Болды, сіз копировать етіп алдыңыз деген сөз. Копировать еттіңіз, сізде уже ол тұр копировать етіліп. Енді тек қана, мысалға, WhatsApp-қа или басқа жаққа кіресізде, вставитті басасыз да, өз кандидатыңызға жібересіз. Мінекей осылай. Түк те қиындығы жоқ. Ал егерде сіз адамыңыздың астына тіркеймін десеңіз, өз адамыңыздың астына, тура осылай реферальный ссылканы аласыз да, тек қана мынау 161-424 деген цифрлар тұр ғой, соны өшіріп тастайсыз да, оның орнына сіздің адамыңыздың нөмірін қоясыз. Кімнің астына тіркегіңіз келеді, соның логинін, соның регистрацион номерін жазасыз. Значит, ол тіркелгенде сол адамның астына тіркеледі деген сөз. Назарларыңа рахмет. Келесі видеоларға дейін сау болыңдар.